Өңірге мұхит жүрген жолдармен атты ғылыми тарихи сазды экспедициялық топ келді. Бұл сапардың негізгі мақсаты әйгілі әнші мұхит сал жүріп өткен жерлермен жүріп, көне көз қарттардан, өлкетанушы азаматтардан құнды дерек жинау, өнерін дәріптеу дейді ұйымдастырушылар. Ал дәстүрлі әнші Сағадат Рахметжанов мұхит Мерәліұлын классикалық композитор атағына ұсынуды көздеп отырған жеткізді. Жалпы біздің мақсатымыз кеше Атырау жерінде болдық, бүгін Маңғыстау жерінде, ертең Алла қаласа сол атақты Көкжар жәрмеңкесіне барамыз. Біз мұхитты тек қана домбырашы, әнші, композитор емес, халықтың үлкен классикалық тұрғыдағы композитор ретінде статус алып бергіміз келеді. Осылайша экспедиция аясында жинақталған деректер топтастырылып, көпшілікке ұсынылмақ. Оған қоса деректі фильмде түсірілмек. Енді бұл мұхит атамыз ана Қоянды жәрмеңкесіне дейін барлық жерге барған, бүкіл алты алашқа танылған адам, алаштан ән озырған мұхит төре деп өзі айтқандай, төреден шықса да, бірақ бұл қазақтың әнін салған, және де тек қана домбыра тартпаған, бұл скрипкада да, әртүрлі басқа да аспаптарда да ойнай білген, өте сауатты, жан-жақты білімді адам болған. Мұхит жүрген жолдармен деген сияқты, сол мұхит атамыздың батысы ән өнерінің қалай үрді, осы Маңғыстау өнерінің осындай ән жыры ұрпақтан ұрпаққа жалғаса беретіні сөзсіз. Экспедиция 2 аптаға жалғасады. Осы уақыт ішінде Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе, Қызылорда, Түркістан, Қарағанды облыстарына бару жоспарланған. Ал сапардың нүктесі 15 қазан күні Астана қаласында өтеді.